Армысыздар, ардақтағы ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, Күншығалалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шуақтаңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Елімізде кеңінен тойланып жатқан достық фестивалі Астанамыздың төрінде президенттің арнайы тапсырмасымен салынған достық үйінде де жалғасын тауып жатыр. Сондықтан кезектегі бағдарламамызды дүбірлі тойдағы мәдени шараларға арнаймыз. Көріп тамашалаңыздар. Тәуелсіздік жылдарында ұлтаралық достық пен бауырмалдықты нығайту, көпұлтты қоғамда ынтымақ бірлік пен бейбітшілікті сақтау Өзбекстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарының біріне айналды. 30 шілде халықтар достығы күніне орай үстіміздегі жылғы 23 және 31 шілде күндері ұлтаралық қатынастар және шетелдегі отандастар мәселелері бойынша комитеттің ұйымдастыруымен достық фестивалі өткізілді. Darhaqiqat O'zbekiston zamini azal-azaldan ko'p millatli hamda turli din vakillari, turli millat vakillari tinch hamjihatlikda istiqomat qilib kelgan bir ijtimoiy makon sifatida ma'lum hisoblanadi va bugun mamlakatimizda 130 dan ortiq millat elat vakillari yashab istiqomat qilib kelmoqda va ularning har birini o'ziga xos urf-odatlari, qadriyatlari, an'analari mavjud va ularni rivojlantirish uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar, sharoitlar yaratib kelinmoqda. Va ta'kidlab o'tish joizki, mana 30-yil Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan joriy yilning 23-31 iyul kunlari bo'lib o'tgan do'stlik festivali tadbirlari ham ko'tarinki kayfiyatda, bir quvonarli bir voqealarga boy holatda o'tdiki, u ham bo'lsa bevosita ayni do'stlik festivali mamlakatimizda mustahkam qaror topgan millatlararo totuvlik va hamjihatlikni va do'stlikni yana bir bor keng jamoatchilikka, qolaversa dunyo jamoatchiligiga bevosita yana bir ko'rsatish imkonini berdi va bunda muhim platforma vazifasini o'tadi deyishimiz mumkin. Фестивальдің салтанатты ашылуы 23 шілде Ташкент қаласындағы Yangi Өзбекстан бағындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қою рәсімінен басталып, сол күні Өзбекстан ұлттық баспасөз орталығында достық фестивалінің өткізілуінің бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына арналған конференцияға жалғасты. 30 iyul халықтар достығы күні өте тамаша өтті. Себебі апталық фестиваль әрі өнер түрінен, әрі би түрінен, әншілер, мынау сурет сызатындар барлық жақты қамтамасыз етіп, сондай әдемі өткізді. Бұның барлығы мынау кеватқан тәуелсіздіктің 35 жылдығына арнайы өте тамаша өтіп жатыр. Әлбетте айтуымыз керек, Қазақ ұлттық мәдени орталығы осы күнде өте қуанышты. Облыстарда, райондарда, ауылдарда, барлық жерде достық күнін өткізді. Біз өте қуаныштымыз осындай жаннат мекен жерде жасап жатқанымыздан. Барлығымыздың көңіл күйіміз өте жақсы. Мейрамнан мейрамға жете беру нәсіп етсін. Фестиваль бағдарламасының негізін құраған шара Самарқанд қаласында мемлекет тарихында алғаш рет ұйымдастырылған Бауырлас қалалар халықаралық форумы болды. Аталмыш комитет Бауырлас қалалар альянсы және Самарқанд облыстық әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен форумға 13 елден сарапшы мамандар, қала әкімдіктерінің басшылары, Өзбекстандағы шетелдік елшіліктер мен халықаралық ұйымдардың өкілдері, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың қызметкерлері қатысты. Форум Бауырлас қалалар, тұрақты даму және халық дипломатиясының жаңа моделі тақырыбындағы халықаралық ғылыми конференциямен өз жұмысын бастады. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мен Өзбекстан елі тек қана шекаралас емес, ол қаншама ғасырлар бойы тарихы теңескен, біздің тілімізде ұқсас, біздің жаңағы мәдениетімізде, одан қала берсе
әдеп ғұрыптарымыз да ұқсас елдер болып табыламыз. Біздің қазіргі таңда екі елдің ара қатынасы өте жоғары деңгейде. Қазіргі таңда туристік, инвестициялық бір-бірімен әл-ауқатпен араласу жұмыстары қарқынды жүруде. Өздеріңіз жақында білесіздер, мына Түркістан қаласында жақында түркі елдер мемлекеттерінің президенттері келіп, жаңа саммит өткен болатын. Сол жерде де өздерінің қарым қатынасын, жаңағы цифрлық даму, жасанды интеллект бойынша пікір алмасып өткен болатын. Шақырғандарына үлкен рахмет. Біраз тағылымды, мәнді мәлімет алып үлгердік. Достық фестивалінің мәдени бағдарламасы да ерекше бай әрі ауқымды болды. 27 шілде күні ұлтаралық қатынастар және шетелдегі отандастар мәселелері бойынша комитет ғимаратының алаңында достық әуендері атты концерттік бағдарлама өтті. Мәдени шараның салтанатты ашылу бөлігінде сөз сөйлегендер Өзбекстанда түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің өзара татулықта өмір сүріп келе жатқанын, олардың өз мәдениетін, тілі мен салт дәстүрін сақтау үшін мемлекет тарапынан барлық жағдайдың жасалғанын ерекше атап өтті. Ассаламу алейкум, хурматли ватандашлар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас действительно поистине большое мероприятие, большой праздник. У нас в рамках недели дружбы в Узбекистане дал такую возможность, что мы можем самовыразиться, показать свою культуру, свой язык, свои традиции, обычаи. Ну, в рамках недели дружбы народов в Узбекистане, которым объявил и наш президент, я хочу сказать, что много интересных мероприятий. Сегодня также на площадке павильонов у нас организована выставка национальной культуры. Я думаю, мы сполна то, что сможем, и то, что хотим, мы можем самовыразиться. И снова же говорю, это благодаря грамотному, мудрому руководству, то, что сейчас делается в Узбекистане. То, что сегодня мы говорим, для нас очень важно то, что где бы сегодня не выступал наш президент Шавкат Миромович, он всегда говорит, то, что делается сегодня в Узбекистане, растут дома, рабочие места создаются. Это все плод нашего многонационального народа. И это, вот именно это, нас заставляет еще больше работать, еще лучше трудиться, потому что мы считаем, что мы тоже частица того труда, который мы вкладываем в новый Узбекистан, процветание нового Узбекистана. Ну и, как говорят наши аксакал-узбеки, Джон Узбекистанга хеч качон кустеймасон, чтобы никто не сглазил наши подвижки. Большое спасибо. Концерттік бағдарлама барысында республикада қызмет ететін түрлі ұлттық мәдени орталықтардың шығармашылық ұжымдары, танымал әншілер мен би ансамблері ән мен күй шырқады. Бұл мерекелік кеш халықтың ынтымағы, ұлтаралық достық пен елдегі орнаған тыныштықтың айқын көрінісі ретінде жиналғандарда ерекше әсер қалдырды. Ta'kidlab o'tish joizki, mana Do'stlik festivali tadbirlari doirasida O'zbekiston Qozon Milliy madaniy markazi faollari ham, badiiy havaskor jamoalari ham o'zlarini birdamlikni va hamjihatlikni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlari, raqslari bilan bevosita faol ishtirok etishdi va ta'kidlab o'tish joizki, Do'stlik festivali doirasidagi turli millatlarning urf-odatlari, qadriyatlaridan so'zlovchi hunarmandchilik ko'rgazmalari, milliy liboslar ko'rgazmalari hamda foto ko'rgazmalar ham ayni do'stlikni va yurtimizda qaror topgan hamjihatlikni bir ko'rsatib beruvchi muhim vositalar sifatida ayni Do'stlik festivali doirasidagi muhim tadbirlar sifatida namoyon bo'ldi deyishimiz mumkin. Va yana bir jihat, ayni bugun O'zbekiston zamini turli xalqaro forumlarga, turli xalqaro tadbirlarga, anjumanlarga mezbonlik qilayotganligi bilan ham bugun bevosita ayni tashabbuskor mamlakat sifatida namoyon bo'layotganligi ham bor gap. Va ayni 24-25 iyul kunlari Go'zal va Navqiron Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Birodar shaharlar xalqaro forumi ham ayni O'zbekiston zaminida birinchi marta bo'lib o'tayotganligi bilan hamda mazkur forumning ahamiyati xalq diplomatiya mexanizmlari asosida boshqa mamlakatlarning shahar va hududlari bilan birodarlik aloqalarini o'rnatish hamda o'zaro madaniy, o'zaro san'at, ta'lim
sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni va istiqboldagi rejalarni kelishib olish uchun bir muhim bir platforma vazifasini o'tadi va ta'kidlab o'tish joizki, mazkur forum doirasida 20 ga yaqin davlatdan 100 ga yaqin xorijiy olimlar, ekspertlar, delegatsiya vakillari faol bo'lishdi va unda O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasining bir qator hududlari o'rtasida yoki boshqa hududlar bilan aynan O'zbekistonning shahar va hududlari o'rtasida birodarlik aloqalari o'rnatildi va memorandumlar imzolandi va aynan biznes yo'nalishida, investitsiya yo'nalishida va boshqa sohalarda aynan hamkorlik masalalari keng muhokama qilindi. Ал 28 шілде күні ұлттық мәдени орталықтардың павильонында Өзбекстан бауырмал өлке атты фотокөрменің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Сол күні аталған павильонда жер ана топырағынан атты халықаралық қолөнер көрме жәрмеңкесі де өз есігін айқара ашты. Іс-шара ашылу барысында қолөнер халықтың рухани келбеті, тарихи жады мен мәдени санасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін бірегей құндылық екенін ерекше атап өтілді. Көрмеге еліміздің түрлі аймақтардан келген 40-тан астам тәжірибелі шеберлер мен ұлттық мәдени орталықтардың өкілдері өздерінің ең үздік туындыларын ұсынды. Это День дружбы. И по традиции национальные культурные центры отмечают его не просто один день, а целые недели дружбы. Прошел ряд мероприятий, как официальных, так и, скажем, художественно-просветительских. И вот сегодня у нас здесь, в нашем этногородке, происходит и фестиваль своеобразных национальных блюд, и показ национальной моды, и сейчас еще там танцевальная программа идет. Я думаю, этот праздник является ярким подтверждением той атмосферы межнационального общения, межнациональной толерантности, межнациональной, я бы даже сказал, заинтересованности в национальных культурах тех народов, которые представлены и которые вместе составляют многонациональный узбекский народ. В рамках недели празднования Дня дружбы народов в Узбекистане Грузинский культурный центр Мегаброба принимает активное участие буквально каждый день. Молодые активисты представляют свои национальные народные танцы. И, безусловно, мы этим гордимся, что именно в эти дни мы можем показать свой народ, культуру нашего народа в самых ярких красках и традициях. И сегодняшний день не исключение. Сегодня особенный день под названием «Дружба за одним столом». Мы представляем различные народные угощения традиционной национальной кухни каждой диаспоры и не исключение кавказская кухня, в том числе грузинская диаспора в этом году представляет такое блюдо, как аджарский хачапури. И таким образом мы представляем отдельный регион Аджария, которая славится своим знаменитым хачапури в виде лодочки, символизирующим, безусловно, сытную, добротную жизнь. И надеюсь, что понравится народу это явство. Бұдан тыс Өзбекстан жазушылар одағында Өзбекстан бауырмал өлке ұраны мен әдебиеттердегі халықтар достығы атты әдеби кеште өтті. Іс-шара Өзбекстан жазушылар одағы, ұлтаралық қатынастар және шетелдегі мәселелер бойынша комитет Әлішер Науаи атындағы Өзбекстан ұлттық кітапханасының ынтымақтастығымен ұйымдастырылды. Әдеби кездесуде түрлі тілде шығармашылықпен айналысатын бірнеше өзбекстандық ақын жазушылар, сондай-ақ өзбек тілінде туынды жазатын көрші мемлекеттердің жазушылары, өзбек әдебиетінің аудармашылары Өзбекстан жазушылар одағы мүшелігіне қабылданды. Tadbir doirasida mahorat darslari, usta shogirdlik an'analarini tarannum qilish qolaversa, o'sha ijod namunalaridan yoshlar o'rtasida turli tillarda mushoiralarni ham tashkil etilgan. Bir so'z bilan aytganda, bugungi tadbirning maqsadi bu jamiyatda millatlararo totuvlik, bardamlik, hamjihatlikni mustahkamlash qolaversa, bugungi kunda aynan millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekistonning bu sohada olib borayotgan siyosatini jahon hamjamiyatiga ko'z-ko'z qilish, tarannum etish. Апталық шара шеңберінде ислам өркениеті орталығында ұлтаралық татулық пен достық, жаңа дәуір және болашақ жоспарлар тақырыбында панельдік талқылау да ұйымдастырылды. Оған сарапшылар мен орталық басшылары қатысты. Ushbu konferensiyada islom sivilizatsiyasi tashkillanganligi bo'yicha ma'ruza tashkillandi. Ushbu ma'ruzada biz
islom sivilizatsiyasining kelib chiqishi, aynan O'zbekiston tarixi, uning 3000 yillik bosib o'tgan yo'li haqida judayam ko'p ma'lumotlar oldik. Men ham birinchi marta shu yerda tashrif buyurdim. Judayam ko'p tarix, ma'lumot, uning bosib o'tgan yo'li, biz bilmagan ma'lumotlar, biz bilmagan din ilmlar. Shu Alisher Navoiy, Buxoriy, Avvaliyning Sinoning barcha risolalari, Qur'oni Karimlar har bittasining nusxalaridan tortib, ularning turli tafsirlari haqida batafsil yoritib berilgan. Іс-шараның қорытынды бөлімінде еліміздегі ұлтаралық достықты, ынтымақ бірлікті нығайтуға үлес қосып жүрген ұлттық мәдени орталықтардың өкілдері, шетелдегі отандастар мен серіктес ұйымдардың өкілдеріне халықтар достығы төс белгісін салтанатты түрде тапсыру рәсімі де өтті. Men shunday bugun quvonchdamanki, mana xalqlar do'stligi kunida men ko'krak nishoni bilan mukofotlandim. Men shu O'zbekistonni hech qaysi boshqa mamlakatlarga alishtirmayman. Men O'zbekiston qiziman. Men baxtli onaman, baxtli pedagogman. O'zim mana ta'lim sohasida 39 yildan buyon yoshlarga bilim tarbiya berib kelmoqdaman. Bizga hamma qatori prezidentimiz tomonidan shunday yo'l ochib berilib, hamma turli millat vakillari uchun hammaga teng sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berilgan. Соңғы жылдары Өзбекстан ортақ үйіміз қағидаты елдегі әрбір азаматтың жүрегінен терең орын алып, бірлік пен ынтымақтың басты ұстанымына айналып отыр. Береке бірлігі бекем, татулығы жарасқан қоғам ғана тұрақты дамуға қол жеткізіп, жарқын болашаққа сеніммен қадам басады. Biytobimiz, Gavhar biytobi ko'p konsertlarga, ko'p konkurslarga qatnashib atir. Super Grand Prix yag'an qizlarimiz bor. Biz tek qozoqcha biy emas, boshqa ultlarning biylaridan biylab atirmiz. Qizlarimiz o'ta yaxshi, barlig'i yaxshi biylaydi. O'sha mana do'stlik kunni, o'sha 3 yildan beri o'sha konsertlarga qatnashib atirmiz. Elimizda o'shunday ish-charalar ko'payaversin, do'stligimiz yo'qolmasin, har doim elimiz tinch bo'lsin, osmonimiz ochiq bo'lsin, yoshlarning bo'lajagi jarqin bo'lsin. Ал ұлтаралық келісім мен халықтар достығын көздің қарашығындай сақтау жаңа Өзбекстанның стратегиялық даму бағыттарының ажыралмас бір бөлігі болып қала береді. Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, bo'lib o'tgan do'stlik festival tadbirlari hamda Birodar shaharlar xalqaro forumi tadbirlari aynan millatlar va xalqlar o'rtasidagi birdamlikni va do'stlikni yanada mustahkamlashga va ularni bir ezgu maqsad yo'lida birlashtirishga xizmat qildi va shu bilan bir qatorda mamlakatimizda mustahkam qaror topgan do'stlik, hamjihatlik va birdamlikni yana bir bor namoyon etish uchun muhim bir platforma vazifasini o'tadi. Халықтар достығы күні бірлік пен бауырластықта өзара сыйластық пен мәдени әралуандылықты дәріптейтін ерекше мереке. Өйткені әрбір ұлттың тілі, мәдениеті, салт дәстүрі ортақ байлығымыз әрі еліміздің рухани қазынасының ажыралмас бір бөлігі саналады. Дана халық сыйластықтың тұтқасы тіршілікте бостан-босқа айтпайды. Сондықтан еліміздегі құт береке мен ырыс ынтымаққа арқау болып жатқан халықтар арасындағы өзара достық қарым-қатынас жалғасын таба берсін деген жақсы ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашан да шуақты болсын.